Біз әкесін құрметтеген, анасын ардақтаған халықпыз. Сондықтан осы іс-шара мәні де, мағынасы да зор. Құрамында 120 мыңнан астам үлкен кісілер бар. Облыстық ардагерлер кеңесі жағынан әжелер алқасы құрылғаны бұл керемет нәрсе. Асыл әжелеріміз салиқалы ұрпақ тәрбиелеп, отбасылық құндылықтарды нығайтып, салт дәстүрді бағанағы айтып отырған насихаттап жүр. Әжелер алқасы облыстың, біздің өңірдің, әр ауданның, әр қаласын жұмыс істейтін болатын өзіміз көріп отырмыз. Оған біз қолымыздан келетін жәрдемімізді, көмегімізді береміз. Бүгінгі күнде деп айтып отырғаным, әжелердің арқасында, қай жерге қарасақ та, тарихта деймін, қаншама осындай нелер болған, ахуалдар болған. Дәл сол әжелердің арқасында бүкіл ел сақталған. Форумға қош келдік. Әрине мен бұл осы форумға қатысқаныма өте қуаныштымын. Енді қазақта бір жақсы сөз бар, қарды бар үйдің қазынасы бар дейді. Әрине мына форумны өтіп жатқан, осы форумның аясында өтіп жатқан мына әжелер алқасының бір осы біздің қоғамға пайдасы бар деген үлкен бір үміттемін. Өйткені қазір біздің заманда әртүрлі келеңсіз жағдайлар болып жатыр. Бұл кезде үлкен адамдардың, әсіресе әжелердің ақыл кеңесі берері мол. Asıl әжем, асыр әжем аңсаған, сағынышым